Менде қарным ашып кетті. Бірақ маған тамақ жеуге болмайды. Менде диета. Бүгін аш жүруге болмайды. Себебі бүгін қарын тойдыру күні. Менің дұрыс тамақтануды қолдайтынымды білесің ғой. Сондықтан мен саған пайдалы фастфуд жасауды үйретейін. Олай болса Арай, бізге қажеті тауық еті, қызанақ, қияр, салат жапырағы және нан. Нан өнімі бізге артық емес па? Жоқ, бұл нан ашытқысыз, сонымен қатар дәмді дақылдармен әзірленген нан. Олай болса бастайық, е? Мынаған сен қаймақ жақ. Гүлмарал, қаймақтарды жағып біттім. Енді ортасынан мына заттарымызды салайық, иә? Айтпақшы, мына тауықты басқа тәсілмен емес, тек қайнатқан түрін салғаныңыз дұрыс болады. Ол дұрыс тамақтанудың әдісі. Енді қиярларды орналастырайық. Мен негізі сүйікті көкөнісім осы қияр. Ал енді қызанақтарды 2 тілім қызанақтан салып жатырмыз. 2 тілім қызанақ, 2 тілім қияр. Енді салат жапырағын орналастырайық та. Біреу дайын міне. Исі. Болды, Гүлмарал, жіберсек болатын жер, ә? Жоқ, тұра оны әлі пешке ысытып жейік дұрыстап. Дұрыс тамақтанамын деп фастфудтың бұл түрін ғана емес, фри картобын, бургер, пиццаны да жасауға болады. Бастысы құрамындағы заттар зиянсыз болса болғаны. Әдетте қосатын майонездің орнына қаймақ, қуырылған котлеттердің орнына қайнатылғанын пайдаланып, ал пиццаны тіпті қамырсыз да әзірлеуге болады. Денсаулық сақтаудың басты шарты бұл дұрыс тамақтану. Олай болса, қарныңыз тоқ, көйлегіңіз көк болсын көрермен.